жұбайымнан қалай мүлікті алып қоюға болады? Видеоны до конца қарашы. Егер қарайтын болсаң, осы мүлік бөлісу бойынша бүткіл проблемаларын шешіп алатын жауаптарды аласың. Сот барысында жұбайларыңыз әдейі сізге мүлікті бөлмес үшін бір айлаларға барады. Хитрости. Біреу заңды болуы мүмкін, заңсыз болуы мүмкін, сол туралы қарастыратын боламыз. Қараңыз, сіз мүлік бөлісіп жатсыздар. Мүлік бөліскен кезде сіздің жұбайыңыз әдейі расписка жазып, біреулері қарызды көбейтеді. Біреуге 5 миллион қарыз алдым, бірден 10 миллион қарыз алдым, бірден тағы 5 миллион қарыз алдым. Вообще 20 миллион қарыз болды. Ал сіздің үйіңіздің құны бір 25 миллион қана. Сіз бөліске бересіз, мүлікті бөліске бересіз. Сот болып жатады. Сот болып жатқан кезде сіздің жұбайыңыз айтады: "А мен қарызбын. Неке және отбасы туралы кодексіне сәйкес тек мүлік қана бөлінбейді, сонымен қатар қарыздар да бөлінеді. Егер сіз мүлікті бөліп жатсаңыз, онда міне мен 20 миллион қарызбын, 20 миллион қарызды 10 миллионнан төлейміз" дейді. Ол төлемейді оған, ол просто фиктивный распискалар ғой. Ал сіз төлейсіз. Сот міндеттейді сізге. Түсініңіз ғой? Сөйтіп 30 миллион үйді 15 миллионға бөлесіздер мысалға, 10 миллион қарызға кетеді, сонда сізге 5 миллион қалуы мүмкін. Осындай айлаларға баруы мүмкін. Түсініңіз ғой сіздің жұбайыңыз. Енді бұмен күрес қандай болу керек? Бұнымен күрес, сіз соттың кезінде жаңа жұбайыңызға кім қарыз берді? Сотқа шақырасыз. Сотта сұрайсыз: "Сен мына кісіге қарыз бердің ба?" "Иә." "Жарайды, қарыз беріпсің. Сен ақшаны қайдан алдың?" "5 миллион менің күйеуіме қарыз беріпсің." "Мен келісім болған жоқ." "Сен 5 миллион қайдан алдың?" "Дәлелде." Яғни ол дәлелдеп шығу керек 5 миллион өзінде бар екенін. Ол бір банктен алды ма, бірдеңені сатты ма, қайдан пайда болды жаңа қарыз берушіде бұл ақша? Соны дәлелдеп шығу керек. Егер дәлелдей жағдайда сол расписканы заңсыз деп тану туралы арыз беруіңіз керек. Сөйтіп қарыздың бәрін жоқ қылудың амалы бар. Түсіндіңіз ғой? Бұл осындай хитростердің біреуі. Сол расписканы күйеуім өзі бір адам жалдаппай или өзі жазған болса расписка, ондай қарызы жоқ болған жағдайда мен ол расписканы заңсыз деп қалай тани аламын ба? Сот маған сондай шешім шығарып бере ма? Заңсыз деп тани аламын ба сол расписканы? Иә. Егер ол расписка өтірік болатын болса, бағана видеода айтқандай, сіз қарыз берген адам шақырасыз өзіңізге. Шақырасыз. Сол қарыз берген адамды дәлелдеу керек. Яғни ода ақша қалай пайда болды? Куәгерлері бар ма? Неге, мысалы, осы уақытқа шейін қарызын сұраған жоқ? Деп. Сол үшін сол расписканы заңсыз деп тану туралы арыз қоя аласыз. Егер сот шешімі шығып кеткен жағдайда сол расписка бойынша, сол сот шешіміне жалоба жазып, сот шешімінің күшін жойып, одан кейін барып расписканы заңсыз деп тану туралы арыз беруіңіз керек болады. Мен осы YouTube каналда көп осындай лайфхактар айтам. Содан кейін мына Инстаграмда актуальныйда конкретно бір кейстер разбирать етіп жасап қойған. Сол актуальныйдан тағы да бір қарап көрсеңіздер болады. Жалғастырайық. Кейбір кездерде, айтпақшы алдыңғы видеода осындай сұрақ туындаған. Егер дейді мен мүлкім бар, ортақ некеде алдық, бірақ жұбайым бұл мүлікті алды да енемнің атына, болмаса қайын ағамның, бауырымның, ағасының, күйеуінің ағасының атына аударып қойды. Қалай бөлісесіздер мүлікті? Бұл кезде сіз мынаны ұғуыңыз керек. Бұл кезде қалай сіз өзіңізді қорғайсыз? Үйді сатып алдыңыздар ғой. Фактически ақшаны сіздің жұбайыңыз берді ғой. Иә, берді. Сондықтан сіз сотқа кімді алып келуіңіз керек? Үйдің сатушысы бар ғой, сізге сатты ғой үйді, соны алып келуіңіз керек сотқа. Сотта сол кісі өзінің показаниясын беру керек. Я, мен үйді саттым. Сатқанда жұбайыңыздың енесіне, жұбайыңыздың ағасына емес, сіздің жұбайыңызға сатқанын дәлелдеу керек. Және ақшаны да сізден немесе сіздің жұбайыңыздан алған дәлелдеу керек. Түсіндіңіздер ғой? Сол кезде сотқа талап қоясыздар. Мына үйдің ақшасын төлеген менің жұбайым, немесе мен. Сондықтан осы мүлікті
ортақ мүлік деп тану туралы талап қою арқылы сіз осы мүлікті жаңағындай сақтап қала аласыз. Түсініңіз ғой? Это бесценный совет. Бұл ешқандай кодексті заңда жазылмаған. Бұл тек қана тәжірибемен келетін нәрсе. Түсініңіздер ғой? Сондықтан сізден өтініш. Мен қаншама еңбек етіп жатырмын. Лайк басыңдар осы видео көріну үшін. Комментарий жазыңдар, репост жасаңдар. Сонда ғана бұл контент дамиды. Әйтпесе ол бұл контент дамымайды, ешкім көрмейді, қалады ортада. Күйеуім туысының атына аударып тастаған мүлікті біз сатып алған болатынбыз. Сол сатып алған адамды мен сотқа қалай куәгер ретінде тарталамын? Тарталамын ба куәгер ретінде? Оны қалай шақыраламын? Куәгер ретінде тартуыңыз керек. Любой способ тартуыңыз керек. Не үшін? Өйткені сол кісі куәгер ретінде сотқа келмесе, сізді жағыңызға қарай куәлік бермесе, оны мүлікті ортақ мүлік деп танымайды, сот шешім шығарамайды. Қалай уговаривать етесіз білмеймін, но сол сатқан адам сіздің жұбайыңызға мүлікті сотқа келу керек. Кафеге шақырасыз ба, бір келісесіз ба ол кісімен, но тілін табуыңыз керек. Сотқа келу керек. Сол ғана выходы бар. Мынандай жағдайлар болады. Андай жер аласыздар. Жер бар. Жер алғаннан кейін жердің үстіне үй салады. Сөйтіп жұбайлары ажырасады. Ажырасып жатқан кезде жерді бөлісуге болады, өйткені ортақ некеде жаңағында алынған. Бірақ үстіндегі мүлікті бөлісу мүмкін емес, өйткені акт ввода в эксплуатацию жоқ. Ол құр үй тұр, бірақ документально жоқ. Ол кезде қалай бөлісесіздер? Вот осындай ситуация болуы мүмкін. Сіздің жұбайыңыз әдейі акт ввода эксплуатацию жасамауы мүмкін. Ажырасып кетейік, ажырасып кеткеннен кейін акт ввода эксплуатацию жасаймын, сол кезде толыққанды өзім сол мүлікпен қолданатын болам деуді мүмкін. Ондай болмас үшін не істейсіз? Сіз сотта ол кезде айтуыңыз керек. Мынау жер, мынау үй. Жерді ортақ некеде тұрғанда алдық, үйді де бірге салдық. Міне куәгерлеріміз, міне квитанция. Енді сіздің екі тәсіліңіз бар бұл жерде. Бірінші тәсіліңіз жаңағындай мүлікті ортақ болып тауып бөлісу үшін. Строительный материал ретінде оценка жасайсыз, сөйтіп бөлісіп аласыз. Ал строительный материал ретінде оценка жасаңыз, ол мүлдем аз сума шығуы мүмкін. Түсініңіз ғой? Екінші тәсілі, сіз күйеуіңізді міндеттейсіз. Қандай міндеттейсіз? Өйткені күйеуіңіз болған жұбайыңыз. Жұбайыңыздың атында болуы мүмкін ғой жаңағындай үй. Сондықтан жұбайыңыз документально тапсыру керек. ГАСКке акт ввода в эксплуатацию алу үшін. Жұбайыңызды міндеттейсіз. Акт ввода в эксплуатацию жасауды міндеттеңіз деп талап қоюыңыз керек. Сонда сіз жұбайыңызды міндеттеу арқылы акт ввода в эксплуатацию жасатасыз, и толыққанды үй болады. Толыққанды үй болғаннан кейін оның оценкасы да нормальный болады, и сіз соны мүлікті бөліске түсіресіз. Түсініңіздер ғой, осындай лайфхактар бар. Тағы да кейбір адамдар әдейі бөліске түсірмес үшін залогқа қойып тастауы мүмкін. Алады да, банктен алады да, білмеймін, 50 миллион теңге қарыз алады да, үйіңізді сол банкке кепілге қойып қояды. Түсініңіз ғой? Вот кепілге қойғаннан кейін оны сіз бөлісе алмайсыз никак. Еще неке және отбасы туралы кодекс сәйкесінде, неке және отбасы туралы кодексіне сәйкес сіз сол қарызды да төлеуіңіз керек болады 50%. 50% жұбайыңыз, 50% сіз төлейсіз. Түсіндіңіз ғой? Яғни қарыз реальный болып тұрса, банк бар, банкке бәрібір, извини, қарыз төле дейді. Ал төлемейтін болсаң, мүлікті алып қояды. Сондықтан бұл жерде енді амалсыз сіз сол қарызды төлеуіңіз керек болып қалады. Бұл жерде выход енді айта алмаймын қандай болатынын. Ал егерде пәтеріміз күйеуімнің жұмысынан берілген болса, ол пәтер бөліске түсіле ме? Жұмысынан берілген болса, ол пәтер бөліске түседі, егер жұмыстан берілген болса, және сіз некеде тұрсаңыз.
бірақ ол пәтер сыйға берілген болса бөліске түспейді, иә. Ал егер ол пәтер жұмыстан берілген болатын болса, және сіз ортақ некеде тұрсаңыз, өйткені сіз ол пәтерді құрдан құр бермейді, оның пәтерді не үшін береді? Мысалға, военный служащий болатын болса, оның бала шағасы бар, 4 баласы бар, госслужбада жұмыс істейді, сондықтан ол пәтерді сол үшін береді. Егер оның семьясы жоқ болса, отбасы жоқ болса, ондай адамға пәтер бермеуші еді. Сондықтан жұмыстан пәтер беретін болса, оны да ортақ мүлікке, бөліске түсіруге болады. Еще мынандай бір лайфхак бар. Егер сіз несовершеннолетний, кәмелетке толмаған балаңызға счет ашып, сол счетқа депозитке ақша салсаңыз, қомақты сума, мысалы 30 миллион теңге. Ол депозиттегі ақша бөлінбейді. Ол сіздің балаңыздың ақшасы болып қалады. Неке және отбасы туралы кодекстің 37 бабының 4 тармағында көрсетілген. Яғни сіз оны бөлісе алмай қаласыз. Ол сіздің балаңызды болып қалады. Ал бала кімде қалады? Мысалы, әйелінде болса, әйелі сол ақшаны қолдана бастайды. Күйеуі болса, күйеуі өйткені солардың ақшаны қолдана бастайды. Өйткені балаға қарайтын бір адам бар ғой. Еще мынандай бар нормативное постановление Верховного суда, сол номер 5-19 пунктында именно осы нәрсе жазылып қойған. Яғни сіздің балаңызда депозит болатын болса, ол депозит бөліске жатпайды. Осы сұрақтың барлығын мен конспект жазып қойғам өзіме. Арнайы дайын оқисыз, қолданасыз. Оны алу үшін менің инстаграмға кіресіз, подписка жасайсыз, потом дайретке жазасыз «Хочу раздел» деп. Егер «Хочу раздел» деп жазсаңыз, осы дайын конспект, дайын руководство сізге дайретке келетін болады. Егер сұрағыңды баппен шешкің келсе, онда маған тіркел, лайк, комментарий және поделиться.